Әтеш пен тоты құс ертегі. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ертеде аң мен құстардың ішіндегі ең әдемісі, ең сымбаттысы әтеш болыпты. Ол өте тәкаппар екен. Бірде-бір аңмен не құспен сөйлеспейді. Оның жалғыз серігі тоты құс болыпты. Тоты құстың үстінде жөнді киімі де жоқ екен. Бір күні тоты құс әлгі кербез әтешке келді. Досым, мен бүгін қонаққа бармақпын. Жөнді киімім де жоқ. Мына түріммен қалай барамын? Маған үстіңдегі әдемі киіміңді бере тұршы, деп жалыныпты. Әтеш досының сөзіне сеніп, үстіндегі әдемі киімдерінің бәрін шешіп беріпті. Тоты құс жасанып киініп алады. Қай мезгілде келетінін айтады. Егер мен кешіксем, дауыстап шақыр, келмей жатсам, тағы да шақыр, дауысыңды естиін, дейді. Сөйтіп, тоты құс әсем киініп тойға кетеді. Бірақ ол қайтып оралмайды. Әтеш тоты құс естісін деп үсті-үстіне шақырады. Ешқандай хабар болмайды. Содан бері әтеш тоты құс киіп кеткен әдемі киімін әлі іздеп жүр. Таң атқаннан күн батқанға дейін айғайлап шақыра береді екен. Бұл жерде тәкаппар деген сөз өзін басқалардан жоғары санау. Балалар, сендерге ертегі ұнады ма? Тоты құс дос болуға лайық па? Сендердің ойларыңша қалай?